Квантовый скачок деген не жалпы? Жалпы Экхарт Толленің керемет сөзі бар. Менің басымдағы дүниені сіздерге былай бастарыңызға алып құйып бере алмаймын да. Білім деген қазақ айтады, инемен құдық қазғандай дейді. Яғни, сондықтан Толле айтады, яғни, мы можем указать дейді, куда надо идти дейді, но сөзбен, адамның сөзімен, былай да былай деп адамның басына құйып беру мүмкін емес дейді. Және әркімнің даму деңгейі әртүрлі. Сіздер білім алған сайын, сіз жаңа оққан сайын ішкі кеңістігіңіз кеңейеді. Сіз мен айтқан ақпаратты түсінетін боласыздар. Осыдан пәленбай жыл бұрын осы квантовый скачокты алған адамдардың өзі біраз уақыттан кейін Мақпал Қаратай енді түсіндік сіз айтқан дүниені деп айтады. Сондықтан білім ала беріңіздер, өздеріңізді дамыта беріңіздер. И дальше сонымен біз бүгінгі тақырыпқа терең тоқталатын боламыз. Квантовый скачок деген не жалпы? Квантовый скачок деген квант кеңістігінде, яғни біз қазірдің өзінде квант кеңістігінде өмір сүреміз. Бір ескі өмірден жаңа өмірге секіру болып табылады. Мысалға, Мақпал ескі өмірден жаңа өмірге секірді. Енді көпшілігіңізде оны қалай секіреміз деген сұрақ туындайды. Оны секіру үшін Жанбота ескі Мақпал бар. Ескі Мақпалдың ішінен шығатын сезімдері бар, ойлары бар. Ескі Мақпалдың, яғни соған сәйкесінше өмір алды, соған сәйкесінше тағдыры болды. Енді жаңа Мақпалдың өмірі өзгеру үшін, онда Жанботалар сіздің ішкі әлеміңізді өзгертуге тура келеді. Өйткені ішкі әлем өзгермейінше сенің өмірің өзгермейді. Яғни сен ескі болмыста, ескі түсінікте, ескі информацияда, ескі установкада, ескі өкпіреншті жүретін болсаң, сен қанша жанталассаң да, қазақша айтқанда, қанша көтенің жыртсаң да, қанша тыраштансаң да, сол ескі өмірдің аясында қалатын боласыздар. Сондықтан менің кеше жаман жүйкем жұқарған моменттері болды. Неліктен? Себебі сіздердің іштеріңізде Жанботалар мен айтқан ұғымды ұғындыра алмағаныма менің ішім ашиды. Кейде өзім айтқан дүниені сіздерге жеткізе алмағаныма мен кәдімгідей қазақша айтқанда зығырданым қайнайды. Мен шын жүрегіммен айтайын, әрқайсыңыздың өміріңіздің өзгергенін сенсеңіз де, бәлкім сенбесеңіз де жан жүрегіммен қалайтын адаммын, Мен сіздерге кеше бір ақиқатты айттым. Квантовый скачок жасау үшін, Жанботалар, сіздердің фокустарыңыз, вниманияларыңыз тек қана өзіңіздің қолыңызда тұру керек дедім. Яғни, сен куда ты направляешь свое внимание, туда ты направляешь свою энергию. Қайран сөзім қор болды, тобықтының езіне дейді Абай. Яғни, менің сөзім қор болды да. Сол жерде айтылған сөз, ешкім ойдың негізгі түпкісін ешкім емес, араларыңызда ұқпаған адамдар болды. И бір күн, бір сутка бойы маған істеді, негативқа кетіп қалды. Қайда қалды, қайдақтың квантовый скачогы. Яғни ол адам сабақ жаман болды деп, мынау великий обманщик біздің басымызда отыр. Яғни ол оған сыбырлады, сабақ жаман болды деп, и содан алды да, менің ақшам кетіп қалды, сабақ жаман болды деген нәрсемен өзінің умының марионеткасына айналды да, күні бойы, яғни маған қақарын төгуге, зәрін төгуге фокусын істеді, бұрып жіберді. Яғни, мен айттым кеше сіздерге, Жанботалар, кто не управляет своим вниманием, тот не управляет своим миром, дедім. Яғни, оның вниманиясын істеді, менің жаңағы өтіп кеткен сабағыма байланысты негатив бұзуға кетті. Даже ерінбей бүкіл инстаграмға Мақпал Қаратайдың сабағына қатыспаңдар деп жазып шыққан адамдар болды. Қай жақтың Жанбота квантовый скачогы? Қай жақтың Жанбота? Сондықтан квантовый скачок жасау үшін ең бірінші үйренетін нәрсе қазір четко, ясно осы жерден ұғып алыңыздар. Чтоб менің сабағымды алмасаңыздар, менің бетімді көрмесеңіздер де, Жанбота, осы ақиқатты ұқсаңыздар, өмірде сіз лотерейный билетті ұтып алдыңыз деген сөз. Ол қандай дүние? Қазірдің өзінде, мені сіздерге қазір мен чистое сознание дегенне, здесь и сейчас дегенне, осының бәрін түсіндірем. Бұл өте тонкая наука. Бұның өзін түсіну үшін мен жылдарымды кетірдім. Бұның өзін ұғу үшін мен қыруар уақытымды, қаражатымды жұмсадым да. Бірақ осы нәрсені егер сіздер ұғып алсаңыздар, цены вам не будет. Өзіңіздің өміріңізді просто так квантовый скачок жасап отыра беретін жағдайға жетесіздер. Қараңыздар енді. Қазір дыханияңызға назар аударыңыз. Міне, как только сіз назарыңызды өзіңіздің ішкі әлеміңізге қосқан кезде внутренний взор қосылады. Яғни сіздің ішіңізде лампочка жанады. Все, сіз ішіңізде не сезініп отырғаныңызды көре бастайсыз. Міне, назарыңызды дыханияға аударыңыз. Все, фокус здесь стоит. Міне,
Фокусыңыз сіздің өзіңіздің қолыңызға алып келдіңіз. Либо бұны оянудың алғашқы әліппесі болып табылады. Мұны егер сіздер дыханияға назар аудару қиын болатын болса, сізге Жанбота, онда алақаныңызға назар аударыңыз. Мен мұны өзімнің жалпы тереңдетілген сабақтарымда осы әдісті үйретемін. Міне, сіз алақанға назарыңызды аудардыңыз, дыханияға назарыңызды аударыңыз. Мен дыханияда отырсыз, все, как вы дышите, өзіңіз бақылап отырсыз. Сіз бақылаушыны қостыңыз. Мен назарыңызды аударған кезіңізде, сіз автоматты түрде осы шаққа не істедіңіз, өзіңізді тәніңізге қондырдыңыз, міне, телаға қондырдыңыз. Адамдардың көпшілігі бастың ішінде мекендейді. Енді қараңыздар, бүкіл духовный, мен Германияға бардым да, духовный учительдің алдына бардым, қаншама гурулардың алдына бардым. Сол кезде айтады, мына бастан дейді, жүрекке жету үшін дейді, адам бірнеше мәрте ғұмыр кешеді дейді. Жете алмайды. Өйткені басты тыңдайды да, соның ішінде өмір сүреді. Бас немен айналысады? Біздің басымыз. Адамның басы маленькие головы, манам кішкентай бастар елдерді өсектеумен, Инстаграмда біреудің өмірін тексерумен, жаңағы жұлдыздардың бала шағасын түгендеумен айналысады. Абысын ажынның өсегінің төңірегінде өтеді. Средний бастар мемлекеттік мәселелермен айналысады. Жоғарғы бастар не істейді? Идеямен айналысады. Не істесем, әлемге не берсем деген сияқты жарқын ойлармен айналысады. Енді мынау бас бізді өткен шаққа қарай жетелеп алып кете береді. Все время біз не істейміз? Өткен шақтың психологически несуществующий времяның ішіне кіріп кетеміз да, өзіміздің өткен шағымызды қаза бастаймыз. Өткен шақ иллюзия. Сіз өткен шағыңызды өзіңіздің парадигма призмаңыз арқылы көрдіңіз. Мысалға, менің өткен шағымда, например, мен ажырастым, Мен ажырасқан кезде менің өзімнің ол отбасылық өміріме байланысты мына миымның шектеуінің аясында бағам бар. Осылай болды деген менің бұрынғы күйеуімнің мүлдем басқа бағасы бар. Ақиқат не существует. Сіз өткен шақты өзіңіздің сол кездегі интерпретацияңызбен, умыңыздың жаңағы ойлап табылған әдістермен, соның жаңағы бағалауымен қарадыңыз. Жаман кезең болды. Сіз мысалға өзіңіздің 35 жасыңызда шіркін-ай жаман кезең болды, мен ол кезде қатты қайғырып жүргем. Кейін жылдар өткеннен кейін сіз өмірден өтетін кезде ешқандай жаман кезең болмағанын, бәрі де ғажап кезең болғанын, өміріңіздің бір белестер екенін ұғасыз. Ал қазір сіз сол интерпретацияға ересіз да, өзіңізді өткен шаққа қарай өте бересіздер. Фокус деген сөз, яғни қараңыздар, әркімнің басына 70 000 ой келеді. Бұл менің тұжырымым емес. Яғни ғалымдардың есептеуінше адамның басына 70 000 ой келеді. Ойлар бізді не істейді? Жетелеп алып кете береді. Мы все время замыслить кетеміз. Бүгіннен бастап өткен шақ әрине сіздің багажыңыз, сіз оны удалить етіп өте алмайсыз. Бірақ все время что делаем? Возвращаем өзіміздің дыханиямызға. Өткен шақ туралы ойлап кетіп бара жатсыз ба? Оны жөндей алмайсыз. Вы не можете туда попасть. Ол көрген түс сияқты сіздің басыңызда қалып кетті. Яғни сіз қайтадан солай қарай барып, өзіңіздің ойларыңызбен шиырлаватсыз ба? Мягко, өзімізге ұрыспаймыз. С любовью к себе, бережно к себе. Яғни не істейміз? Мягко дыханияға возвращаем. Мягко. Енді қараңыз, менің өзге адамдардан айырмашылығым неде? Менде ешқандай айырмашылық жоқ. Менде сіздер сияқты матрицамда 1045 сомнения, 1045 программа, 1045 өкпереніш. Менің айырмашылығым просто менің фокусымды осы шаққа қадап тастағанда. Все, меня невозможно увести. Егер мен өзім согласие бермесем, мені өткен шақ, либо болашақ алып кете алмайды. Енді қараңыз, өткен шақтан ойыңыз кетіп қалды ма? Возвращаем. Это мне нахрен ни к чему. Дыханияға назар аударамыз да, өзімізді мягко қазіргі шаққа оралтамыз. Қазірдің өзінде мен тыңдап отқанда сіздің ойларыңыз 1045 рет алып кетеді. Мен адамды бір көргеннен сразу білем. Этот человек не сфокусированный человек. Яғни ол адамның фокус шашылып қалған, әр нәрсенің ішінде миы шашылып жүр. Әр нәрсеге қарай кетіп қалады, Екінші нәрсе, біздің миымыз либо болашақты психологический время деп аталады. Соны мекендеген жақсы көреді. Болашақ деген не бізде? Обычно болашақты ойлағанда біз бір оны, вау, ғажап, болашақ күшті болады деп ойламаймыз. Біз қорқамыз. Қазір осы нәрсе болып қалуы мүмкін. Маған осы жамандық келуі мүмкін. Мен осы айда аренда төлей алмауым мүмкін. Яғни мен осы айда жаңағы ақшасыз қалуым мүмкін. Мен осы проблеманы шеше алмай қалуым мүмкін деген ойдың ішіне кіреміз. Яғни ана ойдың ішіне кіріп кеттік біз, все, и начинаем что делать? Крутить нахрен эти мысли. Все время ол мыслдің ішінде не істейміз? Мекендейміз. Енді, Жанботалар, қараңыздар, сіз нені ойлайсыз, сол нәрсені сезінесіз. Егер сен қорқынышты ойды ойлап кеттің ба, автоматом сен сол қорқынышты сезімдерді бойыңа не істеп жатсың? Жіберіп жатсың.
кешегі сабақта мен саған нығарлы түрде айттым. Яғни адам нені сезінеді, соны вселенныйға маған осыны жібер, маған осы өмірді шақыр деген сигнал береді дедім. Яғни сіздің өміріңіз өзгеру үшін Жанбота просто өзіңіздің вниманиеңізді ойдан да, сезімнен де суырасыз да, өзіңіздің қолыңызға аласыз. Все, вы управляйте. Үйдің ішінде хозяин келді, внимание деген, назар деген. Бұған дейін сізді біресе бір қымбатшылық келді, все алып кете береді. Анау болды, алып кете береді. Сіздің реакцияңыз әркімнің ішінде кетіп қалады, и вас нету, я? Қазірдің өзінде назарыңызды дыханияға аударамыз. Міне, дышим сердце. Сіз как только дыханияға назар аударған кезде, сіз мына бастан түстіңізді, не істедіңіз? Жүрекке, тәнге өттіңіз. Сол кезде сіздің тәніңізбен контакт келе бастайды. Яғни өзіңіздің тәніңіз не істеп тұрсыз? Сезіп тұрсыз. Өзіңіздің ішіңізге келіп қондыңыз. Мен үнемі бір притчаны всегда өзімнің сабақтарымда айтам. Құдай дейді, Құдай, сенің үйіңе дейді, 1000 мәрте келдім деп айтады екен. Мен сенің үйіңе 1000 мәрте келдім саған көмектесуге. Бірақ сен үйіңде жоқсың. Сен қайдасың сонда? Сен анау жаңағы әншінің өмірін зерттеумен айналысып жатсың.